Достар, қараңыздар, қазір біз кәдімгі Free Fire'дамыз. Қазір қолымды шапалақтағаннан кейін біз Free Fire Max'та боламыз. Бадаң, быдыш, банг, пыш деген музыка керек мына жерге. Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер, сіздермен бірге бұл мен досым Жан. Бүгін біз Free Fire Max ойнаймыз. Мына Free Fire Max'ты айта алмадым. Ойба, біз бұндай нәрсе көрмегенбіз ғой. Мынандай бар ғой, қарасаңыздаршы. Ойба! Мына жерде қару-жарақтар тұрады. Мына жерде сен өзіңде бар қалаған скиніңді былай шығарып қоя аласың, және сол скин сенде лоббида көрсетіліп тұрады. Керемет. Және сол жақта көліктер тұрады, яғни лоббида көрсетіліп тұрады. Қалаған скиніңді қойып қоя аласың. Сары Макларенді қойып қояйық. Так, алдымен қойып қояйық та, бүйтіп қойып қояйық та. Палуан. Зор ғой, зор. Сәл былай айналдырсақ, мына жерде стенка тұрады. Бұл стенкінің де қалаған скиніңді шығарып қоя аласың лоббиға. Стенк шыққан эффект күшті екен, қар жаудырып шығады екен да, бұлар. Мына стенканы қара. Осы стенканы көрген сайын күлкім келеді. Мына стенкаға жатып қаласың ғой. Осы стенканы пайдаға асыратындар бар ма екен, Және мына жақта Skyjet дейм ма, сондай бірдеңе бар. Бірақ үсті басылмайды екен, ауыстыратын. Өзімнің тұлпарымды қойып қоям ба десем. Және ең қызығы, достар, бұл жерде сіздер өздеріңіздің аралдарыңызды істей аласыздар. Яғни сіздер өздеріңіз қалаған нәрселерді жерге қойып, өз картаңызды істей аласыз. Мына жерде ұшып жүріп керек емес нәрселерді былай кетіруге болады екен. Мына жерді тазалап тастап, стенка ұйымдастыруға болады екен. Қоюға болатын мұнаншама заттар бар екен. Контейнерлер, унитазға шейін бар ма, не? Қане, унитаз қандай екен? Бұған не істейді екенбіз, Автобус дейді. Қане, автобус қойып көрейікші. Керемет, керемет. Тағы не бар екен? Бәрін қойып көрейік та. Апшапыра контейнер дейді. Сена дейді. Бір-бірінің үстіне қойып аламын екен, Болмайды екен ғой. Өзімді ақылдымын ба деп есептесем. Машина бар екен. Бұзылып қалған машина ғой, базар жоқ. Тағы здания дейді. Будка. Будка, дом. На Клок Тауырдағы үй ғой. Қан түсіп көрейікші. Үйім қақта. Анау Клок Тауырдағы үй. Керемет. Качестволарын көтерген, Диван әдем болып көрінетін болған. Үйдің іші әдем болып көрінетін болған. Базар жоқ. Керемет, керемет, зор. Круга, зор. Курятник. Болды. Қане, кіріп көрейік. Качествосы әдем болған бар ғой. Бомба болған ғой качествосы. Курятникқа 5 деген баға. Тағы не бар екен? Мына жерде лабутен бар. Украшениеден. Фонтан. Керемет, керемет фонтан. Болды ма не? Негізі осыларда жетеді, көп нәрсе істеуге. Керемет, керемет, Free Fire Max маған ұнауда. Мына жерде ұшып жүріп төгулерінен қарауға да болады. Керемет. Бұйырса болашақта осыларды қолдана отыра керемет нәрселер ұйымдастыратын боламыз. Сіздер тек арнаға тіркеліп, видеоларыма лайк басып отырсаңыздар болды. Это твоя королевство. Вай, ұшақтың даусында зор қылып қойыпты ғой, Достар, көтіме қарамай өзіме көп алып, отрядқа қарсы рейтинг бастадым. Ұшақтағы бүкіл отряд, бүкіл адамдар Клок Тауырға секіріп бара жатыр екен. Оның орнында бізде қалсамыз ғой деп, мен де секірдім. Қырық қалмақ түсіп, қырғын атыс боламын десем, бір адам салбырап түсіп келе жатыр. Басқа ешкім жоқ. Бопты онда деп, сиыр жалағандай әдемілеп лутат ете олайын дедім. Мына Free Fire Max'та лутат еткеннің өзі, заттарды алғанның өзінің дауысы бір рахат екен. МП-40. Скиндер көрсететін болған ба не? Гүлбану. Поверить не могу дейсің ғой. Енді рюкзакты ашқан кезде рюкзактың реңі кіріп тұратын болды ғой, Скар рюкзакта осылай көрдеді екен. Базар жоқ. Осы гаражда машина болатын еді. Машина боқта жоқ қой. Машина дейін ба деп өткізіп қойып. Су лифа. Әзіліңе жол болсын, досым Жан. Free Fire Max'та су кешіп көрейік ал. Бірінші сезім. Сулар суға кен дейма. Судың түрінде, дауысында зор қып жеріпті ғой, Зор, круга, зор болып атыр ғой. Секірсең суға шөлп ете қалады екен. Өмір өзен ағады, айқо. Ақ құсым ұшып келе жатыр ғой.
Атқан дауысы да бөлек қой. Орны бөлек скарсың ғой палуан. Мынау кімге атып жатыр? Қызыл бочканы жарып тастады. Ойбаш, мынау қаққа ұшып кетті. Ема, бірдеңе ұшып кетті төбеге. Қақтасың түсі. Қайда? А, міне. Ой, ақылдым сол. Түстесем түседі ғой өзі. Мынау жалғыз өзі жүр ма, достар қаяқта? Оппа, мына жақта қырғын соғысып жатыр. Не деген бас мынау, не деген бас? Мә, добивать ете алмай қалдым. Тығылып үлгерді. Ема, достар, оқтың ұшқанын көрдіңіздер ма? Қараңыздар. Базар жоқ, ауаны тесіп ұшып бара жатыр ғой, ойбай, кешір самолет, кешір. Сәл болғанда самолетті ашып қойда жазадым. Таң. О, басың қалай, бауырым? Осы жолды жібермеймін сен, осы жолда добивать етем. Так, досы жалғыз өзі қалды, берге бере. Ойбай, достар, егер мен алай болай болып кетіп атсам, бәріне кінәлі мына көтіп оқызға жемшейік. Достар, менің подписчиктеріме айта салыңдар, мен оларды жақсы көргем. Қайтадан клубтарға кеттік ал. Осы жол түссе екен. Бір атсам ба деп едім, аттешкін жіберіп қойып. Клоктаурыңды қайтейін, бір адам түспесе. Бәріне не болған, бәрі ақылдасып клоктаурға түспейміз деп болған ба, О, фамас, дауысы қалай екен? Құлақтың рахаты ғой мыналар, Катанамен қалай жүреді екен? Эй! Наруто! Саске! Біреу сүзіп алуға болады екен. Красный бочкалар қырғын жарылады екен. Ауаға ұшып. Метеорит қой, метеорит. О, коряк. Бұның дауысы қалай екен? Дауысы айуан екен. Ура, машина! Ес, таптым. Ема! Ниссан ғой, Ниссан, қыздар екен, мұздар екен. Ішкі құрылысын зор қылып қойыпты ғой, рулі зор көрінетін болған, сыртын да әдемі қылып қойған. В общем, машинаның жағдайы ләлә болып жатыр. Осы машина зор екен. Енді спорткар тауып, спорткарды көру керек. Ойба, анау қай батыр? Берке бері. Сен маған оғаттың ба? Енді мен сені өз қаныңа түншықтырамын. Дейма кинода. Ей, жаным, сол мынау жүр ғой. Мәсаған. Ей, науғым! Ойбай, нау не істеп жүр? Мамасынан адасып болған бала сияқты. Берке бері. Ей, мәсаған. Ойбай! Қалай? Көті бұл? Сауап! Бауырым, есінде болсын, жер төрт бұрышты емес, жер домалақ. Ей, жаным, сол мәсаған лайк. Бұл жолы пиққа секіремін деп шештім, домдыркаға кеттік ал. Чота адам көп қоя. Сыйластық танытып гаражға секіре салайыншы. Кең болсаң, кем болмайсың дейді ғой. Гараждың луты да жетеді маған жалпы ше. О, драваш. Ей! Жаты! Көтін аштап табит етем. О, жақта біреу келеді. Өмір-ай, өмір! Бұл жол домдырка менікі. Бермейм. Сен балака түскен үшін жауап бересің. Енді домдыркаға мен түсіп жатқан кезде сен басқа жерге түсетін болды. Әйтсе жағдайың осындай болады, бауырым. Не деген бас мынау? Ей, бауырым, түсіп қалды. Басың. Ей! Мәй, мына жақта біреу жүр. Оппана. Ей, палуан, не деген хедшот мынау? Ойба, ана құлашынан құлады ғой, Оқтар маңдайларын сүйіп атыр ғой. Вот и все моя жизнь.